Достар, сәлем. Мантыларымыз дайын болғаннан кейін ысып тұрған суға 45 минутқа қоя пісіріп аламыз. Қырық бес минуттан кейін мантымыз дайын болды. Піскен мантыны сразу судан алып алған дұрыс. Осылай, себебі асты егер суда тұрып қалса, бана суығанша суда тұрып қалса, асты бұлжырап кетеді. Осылай соуспен немесе кетчуппен ұсынуға болады. Немесе осылай тұздықпен дайындауға болады. Достар, егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар.
назарларыңызға көп рахмет.